Сәлем достар, бүгін сіздермен шабдалыдан жасалған галета жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ыдысымызға салқын май, ұн, қопсытқыш, 3 қасық қант барлығын салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Басқа ыдысқа ауыстырып, үстіне 2 қасық қаймақ салып, қамыр илейтін боламыз. Осындай қолға жабыспайтын қамыр болды. Осыны 10 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Оған дейін қамыр дайын болам дегенше шабдалыны жуып тазалап, ұзынша қылып турап дайындап қойдым. Дайын болған қамырымызды бірден пергамент қағазының үстіне оқтаудың көмегімен есіп аламыз. Қамырымыздың үстіне шабдалыны қойып шығамыз. Салмасын салып болғаннан кейін шеттерін дәл видеода көрсеткендей осылай жасап шығасыздар. Шабдалының үстіне 1 қасық қант сеуіп шықтым. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 30 минут пісіріп алдым. Осымен шабдалыдан жасалған галета дайын болды. Өте дәмді, қамыры жұмсақ, песочный болып шықты. Осы рецепт бойынша жасап, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.